Қазақстан футболының барлық матчын тікелей эфирде qfootball.kz сайтында тегін көр. Smart TV немесе смартфоныңа қосымшаны жүктеп, qfootball.kz-ке қосылып, футболды тамашала. Армысыздар, қайырлы футбол кеші құрметті көрермен. Арнамыздың тікелей эфирінде Қазақстан премьер-лигасы бүгінгі ойын күнінің соңғы матчы Ордабасы Жеңіс арасында кездесуді біз сіздердің назарларыңызға ұсынамыз. Шиеленіскен чемпиондыққа талас әлі де жалғасуда. Бірнеше матчта ұпай жоғалтқан шымкенттіктер тізгінді Астанаға беріп қойды, бірақ чемпионатымыздың бәсеке деңгейі өте жоғары, әр тур сайын көш басында келе жатқан командалар ізбез ұпай жоғалтуда. Сол себепті Ордабасы клубына алдағы 3 матчта жеңіске жетіп, Астананың бір ойында ұпайдан айырылғанын күту керек. Жалпы титулды қайда көтеру мүмкіндігі Ордада әлі аз емес, сол себепті команда барын салатыны сөзсіз. Жеңіс туралы да солай айтсақ болады. Дәл осы елорданың тағы бір командасы Астанадан ұпай тартып алған. Сөйтіп осы Ордабасыға көмектескен болатын. Сол себепті 3 ойын қатарынан сары жейделілерде. Новак оңға қарай. Дос Сантос және аса қауіпті жағдай шын мәнінде. Бұл соғуға Будинский жақын қалды. Ордабасы қорғаушылары бұл шабуылшыны емделіп жатыр. Ұлттық құрамалар ойындарынан кейін жарақат алып қалып, әлі әрекенді біз көрген жоқпыз. Қазір енді жеңістің шабуылы Адилио оң қанатта айбалаңына енді ол. Кері қайтарды, енді соққы соғуға мүмкіндік бар. Соққы! Гол! 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 Лукас Будинский есепті ашты. 0-1 құрметті көрермен. Міне жеңіс. 3 ойын қатарынан жеңілмей келе жатқан Авалистің командасы. Міне бірінші орында келе жатқан Ордабасы қақпасына. Сонымен қапталдан асырылған пас, соққы бар. Және Мирослав Лобановтың қолына табылды. Доп соңында қақпашыда қалды. Матиаром Адилиоға қарай. Сонымен Будинский керемет пас. Соққы соғуға мүмкіндік бола ма екен? Керемет пас, Адилио тепті. Есеп 0-2. 0-2. Ордабасы жеңістен жеңіліп жатыр. Адилио. Міне жеңістің шабуылшылары жарап тұр. Бір шама қауіпті шабуылдар ұйымдастырды. Міне 29 минутта Ордабасы қақпасына 2 гол соқты. Керемет нәтижелілік. Будинский, сосын Волков. Ал Ордабасының ойыншысы кім екен? Сүйінбаев шығар. Дәл солай. Бұл жерде айып тобы. Қазір енді варда қаралады. Сөзсіз, өйткені айбалаң ішінде тәртіп бұзылды ма дегенде сұрақ бар. Бірақ алғашқы шешім бұл. Ал ендеше көрейік. Ордабасыда мүмкіндік бар. Исламхан соққы және Мирослав Лобанов қайтарды. Мәссаған қандай керемет сейф. Вау! Есеп өзгеріссіз 0-2 болып қала бермек. Бауыржан Сүйінбаев алға пас, баспен соққы және Мирослав Лобанов. Аса тәжірибелі қақпашы өз орнында. Тамаша өтті. Волков оңға қарай, Адилиода доп. Ол айбаланың ішінде. Бірақ қақпа маңдайшасы. Бірақ үсті жағынан тиді. Жалпы Чехиялық аса маңызды голды соқты. Сөйтіп оны міне алмастырып отыр. Алба соққы! Гол! 1-2. Всеволод Садовский гол авторы. Ауысымды жайлы әңгімелеп жатқанымызда Ордабасы есепті қысқартып отыр. Тамаша. Қауіпті болуы мүмкін. Және соққы! Лобанов қайтарды. Әрі қарай шабуыл аяқталды. Бірақ Сүйінбаев топты тартып алып міне пас шығарды. Бауыржан Исламхан. Сонымен міне пас. Және қауіпті жағдай. Берік Айтбаев тағы да шығарды. Және бұл жерде төрешінің ысқырығы нені меңзеді? Шабуылдағы фол сияқты. Дәл солай. Самат жарым беті, фалстан соққа, қиыс және осылайша құрметті көрермен Рустам Омаров. Ысқырығын ессіздік, ойын тәмам, есеп 1-2, жеңіс сағыда міне
фавориттен ұпай тартып алды. Елордалық команданың жанкүйерлерін жалпы жеңіс командасын бұл тамаша ойынымен жеңісімен Қазақстан футболының барлық матчын тікелей эфирде qfutbol.kz сайтында тегін көр. Smart TV немесе смартфоныңа қосымшаны жүктеп qfutbol.kz-ке қосылып, футболды тамашала.